Сәлем, Киз мультик арнасына қош келдіңдер. Бүгін 2023 жылы шыққан өрмекші адам Человек-паук Спайдермен мультигін көреміз. Жер 65-те Гвен есімді қыз тұрады. Үйде полиция әкесі оған өрмекші қызды табуға аз қалғанын мәлімдеп, тез шығып кетеді. Гвен оның артынан шығады. Өрмекші қыз Гвен екен. Қыз полицейлерді тормен тоқтатып, зұлым қаршығаға келеді. Гвен оның үстіне шығып дігдік шабайын деп еді, болмай қалды. Қаршыға қызға гарпунмен атып, өлтірейін деп жатқанда, оны Мигель деген басқа әлемнің өрмекші адамы тоқтатады. Бірақ қаршыға оларды үстіне шығарып алды. Біраз төбелестен кейін Мигель қосымша күш шақырады. Джессика есімді мотоцикл мінген өрмекші қыз қаршығаға тап береді. Сосын сол жер қирап, тікұшақ құлап баратқанда Гвен тормен көмектесіп, шаршап шалдыққанда әкесі оған келеді. Қыз амалы қалмағаннан бетпердесін шешеді. Сол сәтте басқа өрмекшілер пайда болып, әкесін гауһартас сияқты бір нәрсеге кіргізіп қояды. Кетпей тұрып, Мигель қызға сағат сыйлайды. Жер 1610-да Спот лақабаты бар залым дүкенге кіріп, қабілетімен дүкенді тонамақ болады. Мұны бақылаған Майлз оның қауіпті емес екенін түсініп, өзін сабырлы ұстайды. Әкесі мектепте отырып ап оған хабарлама жазады. Майлз ұрының өзінің қабілетін қолданып, Спотты байлап қояды. Бала бірден ата-анасы отқан жаққа шады. Онда бір апай Майлздың жауапкершілігі жоқ болса да, болашағы зор бала екенін айтып, алыс қаладағы Принстон университетін ұсынады. Бірақ ата-анасы баласын алыс жаққа жібергісі келмейді. Бір кезде Майлз бірдеңенің дұрыс емес екенін сезіп, далаға шықса Спот босап кетіпті, үйдегі ақтөс сияқты. Спот пен Майлз телепортталып, Спот қирандылардың астында жатып, Алкемакс компаниясында жұмыс істеп, жер 42-ден өрмекші жеткізген коллайдер жасап шығарған айтады. Сол өрмекші Майлзды тістеп, ол өрмекші адам атанды. Спот балаға шабуылдап, қуып өзі телепортталып кетеді. Кенет порталға толы бөлмеде тап болып, әр жаққа басын тығып, миссис Ченге сәлеметсіз бе тәте дейді. Сонда басқа әлемнің өрмекші адамы ауытқушылықты байқап, Мигельға хабарлайды. Майлз үйінде жатқанда Гвен порталдан түседі. Қыз оны құшақтап, екеуі өрмекшілерше серуендеуге аттанады. Гвен Майлзға Мигель туралы айтып береді. Сосын Гвен баланың ата-анасының алдында билеп береді. Кейінірек қыз портал ашып басқа әлемге кетеді. Артынан Майлз секіріп Үндістанда тап болады. Ол жақта Спот бұзық боп жүр екен. Спот Гвеннің бетінен тебеді. Майлз оны ұстап үлгерді. Бірақ бұл басқа әлем болғандықтан денесі біртүрлі болып кетті. Сонда жер 50.101-ден келген өрмекші адам пайда болып, үшеуі Спотқа шабуылдауға тырысады. Бір кезде залым Алкемаксқа кіріп, ешкім кірмеу үшін күш өрісін тудырады. Сол сәтте панк өрмекші пайда болып, гитарасымен күш өрісін бұзып, жол ашады. Спот күшейіп алған. Ол жарылыс тудырып, ғимарат құлайды. Майлз кішкентай қызды байқап, әкесі екеуін құтқарады. Бір кезде көптеген өрмекші адамдар пайда болады. Джессика, Мигель сен төртеуіңді шақырып жатыр дейді. Майлз өрмекші адам боп жұмысқа кіретініне қуанышты. Сөйтіп олар Мигельға келеді. Ол Майлздың әлгі қыздың әкесін құтқарып қателік жасағанын айтып жатыр. Кейін Мигель Майлзды күш өрісімен қамап қояды. Бірақ бала да әлсіз емес, ол қаша жөнеледі. Мигель барлық өрмекші адамдарға Майлзды ұстауды бұйырады. Мысық өрмекші адам бар екен. Майлз біреуінің арқасына жабысып алды. Содан кейін қашып келеді. Күн батты, әлі қашып жүр. Бала Джессиканы машинеге қадап байлап қояды. Мигель келгенде Майлз оны бір тебеді. Бір кезде Мигель баланы қыспақ қалғанда, бала сау бол деп Мигельді ұшырады. Сосын Майлз төмен қарай әлемдер арасында саяхаттауға мүмкіндік беретін жерге түседі. Бала телепортталып жатқанда Мигель ұшып келеді. Алайда оны тоқтата алмай, жынын қыздан алуды шешіп, оны үйіне қуып жібереді. Үйде қыздың әкесі жұмыстан кеткенін хабарлайды. Енді полиция емеспін деп. Мигельдер Майлзды іздеуге кірісті. Ол тайраңдап жүр. Үйге жеткен Майлздан анасы прическасы туралы сұрайды. Бала оған мән бермей, өзінің өрмекші адам екенін ашады. Анасы өрмекші адам деген не зат дейді. Бала абдырап қалды. Ол әкесімен сөйлескісі келетінін хабарлағанда, анасына бұл әңгіме ұнамайды. Бір кезде баланың денесі біртүрлі болып кетеді. Бұл басқа әлем екен, жер 42 деген. Сол сәтте үйге арын көке кіреді. Бала оны құшақтайды. Көке баланы шатырға шақырады. Бала әкесінің құрметіне салынған суретті көріп, әкесі бұл әлемде өліп қалғанын түсінеді. Арт жақтан біреу пайда болып, бір соққымен Майлзды ұйқыға жібереді. Жер 1610-да Гвен досы басқа әлемде екенін түсініп, Майлзды құтқару үшін жер 616-ға аттанып топ жинайды.
Майлз ұйқыдан тұрып, беті қолын жумай көкесіне басқа әлемнен келгенін мәлімдейді. Көкесі оны бір ұрады. Бір кезде оның жанына біреу келе жатыр. Залым бетпердесін шешеді. Ол осы әлемдегі Майлз Моралес екен. Бала оны жіберуді сұрайды. Екеуміз бір адамбыз ғой, брат деп. Бірақ оның залым нұсқасы бас тартады. Гвен бастаған топ оны құтқаруға келіп қалды. Осы қызық жерден бұл тез мультик аяқталады. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Арнаға жазылып, комментарийлер жазу арқылы қазақша контенттің дамуына үлес қосайық. Рахмет.